Сәлем достар, бүгін сіздермен осы салаттың рецебімен бөліскім келіп тұр. Бірге жасайық. Өте дәмді, керемет салат. Огурцымызды, помидорымызды, светофор, болгарскийімізді турап аламыз. Болгарскийді бөлек ыдысқа алып қойыңыздар. Сіздерге түсінікті болсын деп осылай көрсетіп тұрмын мен. Сабызды теркадан өткізіп, тұз бен уксусға өлтіріп қоямыз. Чеснок керек болады, ет керек болады, етті соломкалап тураймыз. Етімізді сковородқа салып, пиязбен піскенше қуырамыз. Қызарғанша қуырамыз. Етіміз піскеннен соң үстіне болгарскийді салып, 1 минут қуырып жібереміз. 1 минут жетеді. Сосын дайын тұрған туралған огурцы мен помидордың үстіне чеснокты еземіз. Үстінен осы ыстық соусты салып жібереміз. Оның үстінен морковчамызды саламыз. Зелень болса зелень саламыз. Шамалы соядан қосамыз. Чимчи приправасыны қосып, жақсылап араластырасыздар. 2,5 сағатқа бетін жауып қойып қойыңыздар. Салатымыз дайын. Бетіне күнжіт сеуіп, тарелкаға тартып қоя берсеңіздер болады. Ас болсын.